Әр баланың өз қабілеті бар. Ол өзіне ғана арналған миссияны орындай алады. Білім баланың қабілетін дамыту үшін ғана қажет. Бастауыш білімді алған соң, әрі қарай баланың қабілетін аша алатын білімді ғана беру керекпіз. Баланы тәрбиелеу деген не? Баланың бойында әуелден бар құндылығын, не қабілетін тәрбиелеп шығару деген сөз. Ал білім қосымша құндылық ретінде егіледі. Бірақ әуелден бар құндылық пен қосымша егілетін құндылық бір-бірімен қабыса алатындай болсын. Бала тәрбиелегенде көп ата-ана бір нәрсені ескермейді. Баламен әңгімелескенде мына үш сұрақты жиі толғасын. Құдай не үшін бұл дүниені жаратты? Адам не үшін бұл дүниеге келіп кетеді? Бұл өмірде пенденің атқарар борышы бар ма? Себебі өмірдің өзі борыш, мақсат, миссиядан тұрады. Құдай үшін балаға бақыт туралы айтпаңдар. Бала бақытты өмірді қиялдамасын. Себебі бақытты болсам деген қиял адамды өсімшілетіп өсіреді. Біреуді не дүйім жұртты бақытты етуді де армандамасын. Себебі өмірде қайғы мен шаттық қатар жүреді. Біреу шаттыққа кенелсе, бірі қайғының уын жұтады. Бәрін бірдей бақытты ету адамның қолынан келмейді. Мұндай арманның ең қауіптісі, бала осыны бір күні түсінгенде қоғамға немқұрайлы болып шыға келеді. Балаға бүй деп үйретіңдер. Өмірде тек адамдық борыш ғана бар. Мысалы, күннің, айдың, жұлдыздың, таудың, судың мақсаты не? Адамның қызметіне жарау. Бала осыдан ғибрат алсын. Ол да адамның қажетіне жарауға даяр болсын. Сол сәтте ғана ол шаттыққа кенеле алады. Ал бақыттың соңынан жүгіру адамды бақытсыз етеді. Тіпті оның шаттыққа кенеле алатын қабілетін бітеп тастайды. Бала мына сұрақты өзіне қойып үйренсін. Не үшін адами қасиетім мен ақыл парасатымды шыңдауым керек? Жауабы былай. Өзге адамдардың адами қасиеті мен парасатын шыңдау үшін сен алдымен өзіңнің адами қасиетіңді жетілдіруге тиіссің. Ол үшін ақиқатты тануға және оны сөзіңмен, әрі ісіңмен дәлелдеп, сол жолда табанды болғаның жөн. Құрметті оқырман, мына жылқының шабысын бекерге салмадым. Ол қыздарыңыз осылайша өмірде өз орнын тауып, шаршамай шауып жүрсін десеңіздер, осы айтылғандарды ескерсеңіздер екен.